Баршаңызға қайырлы күн. Осындай чупа-чупстерді көрсететін боламын. Тегін мастер-класс. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видеоны ақырына шейін көріңіз. Осындай глюкозный сиропты аламыз. Кондитерский магазиндерден таба аласыздар. Шекер, су и глюкозный сироп. Өлшеп дайындап қойдым. Небәрі 3 ақ заттан чупа-чупстерді көрсететін боламын. Бізге керек заттар. Табаны қалың ыдыс болу керек. Менікі Викалина. 30-дық шпажка, мендегі осыны 3 бөліп істесеңіздер болады, 10 сантиметрден. Ал менікі мына жерде 15 сантиметр. Қалауларыңызға қарап істесеңіздер болады. Пластмасын да таба аласыздар кондитерский магазиндерде. Чупа-чупс сап қоятын пакеті, чупа-чупсты байлап қоятын жібі, топ декордың краскасы мендегі. Осы красканы тек қолдансаңыздар болады. Форма чупа-чупс десеңіздер осындай таба аласыздар. Формаларды мынандай санды істесеңіздер болады. Торттардың беттеріне адамдар алады. Кондитерский магазиндерге сатсаңыздар болады. Осы заттармен бизнес бастасаңыздар да болады. Глюкозный сироп. Таза ыдысымызға суымызды құямыз. Глюкозный сиропты құямыз. И шекерімізді қоятын боламыз. Жай отта араластыратын боламыз. Ыдысымыз қалың болу керек, өйткені түбі жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін түбі қатты ыдысқа алғаныңыз дұрыс. Майда-майда көпіршіктер пайда болады. Осылай қайната бересіздер, астын қозғалап тұрасыздар. Алтын түске енеді. Қараңыздар, осыны істеген кезде жіп ағу керек. Үзілмей тұрған жіп ағып тұру керек. Сонда біздің сиропымыз дайын. Оны суға көресіздер, осылай қылып. Бірден қатып қалса, ол дайын деген сөз. Бояудан бір тамшы қостым. Сөйтіп, осылай араластырып, формаға сала беретін боламыз. Бірақ ол формаға обязательно алдын ала шпажканы тығып қоятын боламыз. Ал түбінде қалып баратса, тағы бір ыстып, формаға құя берсеңіз болады. Сандарыңызға әдемі істелмей алса, сәл қатқан кезде турылып жүрсеңіз болады. Менде қазір қатып қалды түбінде. Солай қайттан қойып жіберіп, силиконыма қайттан қойып жатырмын. Жайлап қоймасаңыздар ыстық болады. Қолдарыңызды күйдірмей абайлап істеңіздер. Бағана істегенім қызыл чупа-чупс. Осындай сироп болады. Негізі өте керемет. Бұны бастау үшін 5000-дай кетеді. Декреттегі аналарға істесе де болады. Посыпканың бетіне сәндік үстінде қолдансаңыздар болады. Көп жер магазиндерде алады. Ауыл, аймақ, барлық жерде магазин бар, солардың барлығы алады. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Өте көптеген рецепттермен бөлісетін боламын, оригинал.